Ертеде бір жомарт патша болыпты. Патша бір күні үш уәзірін сынамаққа былайша сұрақ қояды. Уа уәзірлер, жомарттық ниеттен бе? Жоқ, дәулеттен бе? Уәзірлері, дәулеттен ғой, өйткені мал көп болса, жомарттық етек алады. Қазына мал болмаса, қандай жомарттық болады деді. Патша, олай емес, жомарттық сүйекке бітеді, және ниеттен болады, деді. Уәзірлері оған қарсы жауап айтты. Бір күндерде патша диуана киімін киіп, қайыршы болып, бірінші уәзірінің үйіне келеді. Уәзір, рұқсатсыз үйіме кіріп, үйімнің шын былғадың, деп қайыршыға ақырады. Диуана аштығын айтып, ас сұрап босағада жылап тұрады. Сонда уәзір астың қазанға жабысқан қаспақтарын жинап, қайыршының қолына салады. Диуана оны алып, енді екінші уәзірдің үйіне келіп кіреді. Кіріп тамақ сұрайды. Ол уәзір де күйген нан береді. Жиғандарын алып келіп, үйінің бір бұрышына тықтырып қойды да, диуаналық лыпасымен басқа көшелерді аралап кетті. Бұл ел түгел жатып, ұйқыға кірген кез еді. Патша көшелерді аралап келе жатып, оты жанып тұрған бір үйге көзі түсті. Келіп сыртынан байқаса, үйде бір жігіт пен кемпір отыр. 7 қой байлаулы тұр екен. Патша қонақпын деп дыбыс қылды. Жігіт тысқа жүгіріп шығып, қоныңыз, мейман болыңыз диуанеке, деп үйіне кіргізді. Киіз салып берді. Қонақ жайласқан соң жігіт анасына қарап, қонақ үшін мына қойдың бірін соялық, деді. Анасы мақұл балам, деді де мейманға былай деп жайын айтты. Мейманеке, ерім жоқ, мынау менің жалғыз балам еді. Бір байдың қойын баққаныма биыл 3 жыл болды. Жалақысына осы 7 қойды бүгін ғана алып келіп отыр едім. Бұрын мал бітпеген басымыз осы малдың қуанышымен түн ортасына дейін ұйықтамай отырғанымыздың жайы осы еді. Енді осының бірін сізге, құдайы қонақтық құрметіңізге сойғалы отырмыз, деп ризалық сұрады. Диуана қабыл көріп бата берді. Жігіт қойды сойды да, мейманеке, қойдың барлық етін асамыз ба? Жоқ, жарты етін асамыз ба, деп сұрады. Сонда мейман былай деп жауап берді. Ей, жігіт, менің мынадай мінезім бар еді. Мен малдың басқа етін жемеймін, жүрегін ғана жеуші едім. Бұл қойыңыздың жүрегіне тоймаймын ғой деп отырмын. Сонда жігіт анасына қарап, ей, ана, бұл мейманның ризалығы үшін осы қойдың 7-еуін де соялық. Сонда 7 қойдың жүрегіне мейман тояр. Сөйтіп мейман разы болсын. Онан соң қойлардың етін сатып тағы да тірі қой алармыз, дейді. Анасы, мақұл балам, бұл қойларда ешкімнің ақысы жоқ. Өзіңнің еңбегіңмен тапқан малың ғой. Мейман разы болса, Құдай риза болар деген еді, деп екеу ақылдасып, қойдың 7-еуін де сойды. 7 жүректі пісіріп алып келіп, мейманның алдына қойды. Сонда мейман отырып, менің ризалығым үшін 7 қойды сойдыңыздар, мен сіздерге разымын. Ендігі айтар сөзім, мен осы 7 жүректі үйіме алып барып, балаларыммен бірге отырып жесем деймін. Үйде балаларым аш жатыр еді, дейді. Жігіт пен кемпір, сіз риза болсаңыз, біз ризамыз, дейді. Диуана 7 қойдың жүрегін үйіне алып келіп, баяғы қаспақ пен күйік нандардың қасына қойды. Ертемен 2 уәзірін шақырып алып, жомарттық ниеттен бе? Жоқ, малмен бе? Деп тағы сауал сұрады. Уәзірлері тағы да бұрынғы сөздерін айтып, малмен болады тақсыр, дейді. Сонда патша 2 уәзіріне ашуланып, ей, ақмақ надан уәзірлер, сендерден өткен түндегі тамақ сұраған диуана мен едім. Сонда маған берген күйік нандарың мынау, деп
нандарын өздеріне көрсетті. Содан кейін жомарт жігіттің түндегі істеген құрметтерін және жалшылықтан алған 7 қойды бірден мейманның құрметіне сойғандығын айтып, 7 жүректі көрсетті. Уәзірлер көңілдеріне күмән келтірді. Патша уәзірлерді сендіру үшін сойылған 7 қойдың етін және жігітті анасымен алдырды. Одан соң жігітке қой баққызып, ақысына 7 қой берген байды алдырды. Уәзірлер нандық деген соң патша 2 уәзіріне былай деді: жомарттық сүйекке бітеді дегенге сенбеген едіңіздер. Енді не болып отыр? Сіз екеуіңіз осы жігітті 10 орап алғандай байсыздар, және уәзірмін деп дүние мүлікке қожасыңдар. Сонда мүсәпірге жасаған қайырларыңыз мына қаспақ пен 1 жапырақ күйген нан болды. Ал бұл жігіттің сақилығына көздерің жетті. Енді бұған не билік бересіздер деді. Сонда 2 уәзір мойындарын жерге салып, тақсыр, жомарттық ниеттен болатындығына қанық болдық деді. Патша содан кейін 2 уәзірдің мал мүліктерін түгел алып, сол шаһардың ғарып ғасірлеріне, жетім жесірлеріне, кедей кембағалдарға таратып берді. Уәзірлердің өздерін зынданға салды. Әлгі жомарт жігітті өзіне бірінші уәзір етіп алды.